Баршаңызға қайырлы күн, достар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ауызда еритін өте дәмді, нәзік воздушный сметанникті дайындайтын боламыз. Бұл пирогты сіздер тіпті заказға да пісірсеңіздер болады. Сондықтан менімен дайындап көріңіздер. Құрамдарын астында жазып кетемін, яғни описанияда. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен пирогымыздың үгітілмелі қамырын дайындаймыз. 220 грамм ұнды електен өткізіп дайындап қоямыз. Және де бізге морозильниктен шыққан сары май қажет болады. Дәл осылай майымызды ұнға аунатып отырып, үкіштен өткізіп аламыз. Пирогтың қамырына 82% немесе 72%-дан төмен болмайтын сары майды қолданыңыздар. Сол кезде песочный тестомыз дәмді болады. Енді ұн мен майды бір араластырып жібереміз осылай. Және де осы сәтте ұн қопсытқышты, яғни разрыхлительді салып араластырып аламыз. Бізде қарап тұрғаныңыздай осындай әдемі кружка болып шығады. Енді бөлек бір ыдысқа қазір 2 жұмыртқамыздың ағы мен сарысын бөліп ажыратып аламыз. Ағуымызды қазір пирогымыздың ортасына пайдаланатын боламыз. Сарыуыздың үстіне 1 шай қасықтай ванильный сахар қосамыз. Және де қанттан 60 грамм салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз ерігенше. Мінекей дайын болды. Осы массаны кружкамыздың үстіне құйып, барлығын жақсылап араластырып, біркелкі қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың үстіне 20 граммдай су қосамыз. Осылай жақсылап араластырып отырсаңыздар, өзі біркелкі қамырға айналады. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Ешқандай қолға жабыспайды. Өте нәзік, жұмсақ қамыр. Енді осы қамырымызды пакетке салып, холодильникке 10-15 минутқа салып қоямыз. Ал оған дейін біз пирогымыздың ортасындағы салмасын дайындайтын боламыз. Таза құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқаны салып, миксердің жай жылдамдығынан бастап араластырамыз. Және де осы сәтте жай-жайдан 60 грамм қантты салып отырып араластырамыз. Және де миксердің жылдамдығын арттырып отырамыз. Біздің жұмыртқалы массамыз әппақ болып көпіріп, 2 есе ұлғаю керек. Және де өзінің бойын ұстайтындай болу керек. Енді бөлек ыдысымызға 20-25% қаймақтан 300 грамм бөліп, салып аламыз осылай өлшеп. Одан кейін осылай 100 грамм сгущенка саламыз. Негізі барынша сапалы қаймақ, сапалы сгущенка қолданғандарыңыз дұрыс болады. Енді осының үстінен 15 грамм ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде қосыңыздар. Барлығын жақсылап біркелкі болғанша дейін араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді осы массаның үстіне меренгамызды салып аламыз. Құрметті көрермендер, егер каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыздар, төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Осылайша біз қаймақ пен меренганы жоғарыдан төмен біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сіздер кез келген 22, 24, 26 сантиметрлік формаларды қолдана берсеңіздер болады. Қамырымызды холодильниктен шығарып,
Осы формамыздың ішіне біркелкі етіп жайып төсеп аламыз. Негізі оқтаумен жайып салсаңыздар болады. Ең бастысы бір жері қалың, бір жері жұқа болып қалмау керек. Қамырымызды мінекей төсеп алдық. Енді ортасын шанышқының көмегімен осылай тесіп аламыз. Енді ортасына дайындап қойған начинкамызды құямыз. Және де әсемдігі үшін кез келген жидек қойсаңыздар болады бетіне. Егер жидек болмаған жағдайда ішіне қоймасаңыздар да болады. Жидекті осылай әдемілеп бетіне салып аламыз. Салып алғаннан кейін пирогымызды 160 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минуттай пісіреміз. Мінекей көріп тұрғаныңыздай өте әдемі болып шықты. Өте әдемі, дәмді және де тез дайындалатын пирог. Сонымен қатар тапсырысқа, заказға пісірсеңіздер де болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Енді бұл пирогтың дәмі ауызда еритін өте дәмді, нәзік пирог. Сіздерде де бір жасағаннан осылай керемет болып пісіп шығады. Достар, сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, төменде өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Сіздермен болған Нұргүл ас болсын.